Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бас қаңқасының сүйектері. Бүгінгі сабақта бас қаңқасының ми бөлімінің сүйектерін және де бас қаңқасының бет бөлімінің сүйектері жайлы өтетін боламыз. Бас қаңқасының ми бөлімінің сүйектері. Бас қаңқасының ми бөлімінде көру және есту мүшелері мен ми орналасқан. Ми сауытының артқы қабырғасын шүйде сүйегі түзеді, ал ірі қарада сонымен қатар төбе аралық сүйегі мен жартылай төбе сүйегі түзеді. Ми сауытының бүйір қабырғалары төбе сүйегі мен самай сүйектерінен тұрады. Ми сауыты қуысының түбін немесе ми сауытының негізін шүйде сүйегінің денесі мен самай сүйегі және сына тәрізді сүйегі түзеді. Шүйде сүйегі осса оссипитали деп аталады, жұп емес, ол денесінен, бүйір бөліктерінен және де қабыршықтардан тұрады. Сына тәрізді сүйек осса спеноидали тақ денесінен, қанат тәрізді өсінділерінен және де екі жұп самай және көзді қанаттарынан тұрады. Сына тәрізді сүйек денесінің ішкі бетінде гипофиз шұңқыры бар. Оның алдыңғы жағында көру жүйкесі айқасының науасы орналасады. Денесінің бүйір беттерінің вентральды жағында қанат тәрізді екі өсінді бар. Самай сүйегі осса темпорали жұп, ол қабыршақ пен тасты бөлімдерден тұрады. Самай сүйегінің қабыршағы төбе сүйегімен бірге самай бұлшық еті орналасатын самай шұңқырын түзеді. Төбе сүйегі, төбе аралық сүйек, маңдай сүйегі және де тор сүйегі жатады. Енді бас қаңқасының бет бөлімінің сүйектеріне қандай сүйектер жатады? Шықсыт сүйегі, көз жас сүйегі, жоғарғы жақ сүйегі, кескіш сүйек, таңдай сүйек, қанат тәрізді сүйек, кеңсірік, төменгі жақ сүйек, тіл асты сүйегі және де сүйек қуыстары жатады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.